Баршаңызға сәлем, сіздермен Диляра, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода карамельный пирог рецептісімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, қопсытқыш, жұмыртқа, қант және сары май қажет. Бірінші електен өткізілген ұнның үстіне қопсытқышты қосамыз. Артынан қантты, бір жұмыртқаны және бөлме температурасындағы сары майды араластырып, қамыр илейміз. Егер май мұздатқышта болса, оны үккіштен өткізсе де болады. Қамыр керемет болып шығады. Осындай қамыр соңында иленіп шығады. Оны салафанға салып, 15 минутқа тоңазытқышқа салып қойса болады. Менде форма диаметрі 22 см. Пергамент қағасын немесе фольганы салып, қамырды оқтаумен де жайып шықса болады. Мен қолмен ақ жайып шықтым. Шетіне міндетті түрде бортиктер жасау қажет. Осылай жайып шығамыз. Шанышқының көмегімен оны басып шықсаңыздар да болады. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге варенканың жақсы сапалы түрі қажет. Менде 3 желание қолдандым. Оның үстіне 2 жұмыртқаны саламыз. Және де 15-20% қаймақ саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде қаймақ болмаса, 33% сливки де қолдана берсе болады. Қаймақтың орнына. Енді жақсылап араластырған соң, егер қою болып жатса, погружной блендер көмегімен езіп алса болады. Енді салмасын қамыры бар форманың үстіне құйып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Пирогымызды толықтай суыту қажет. Осындай жеңіл, дәмді әрі тез дайындалатын пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.